Кісі ақсы. Күндердің күнінде шалғай ауылда тұратын бір Ыдырыс есімді кісі болыпты. Ол аптасына бір рет қалаға келіп, әйелі қолдан жасаған сырларды алып, қалаған дүкендеріне әкеліп сатумен айналысады. Әрбір сырдың салмағы тура 1 келі болады. Осылайша олар күнделікті ырызық несібелерін сол сырдан тауып отырады. Келесі апта Ыдырыс жинаған барлық сырларын жинап, қайтадан қалаға келеді. Ол әдеттегідей сырларын бір дүкеннің егесіне сатып кететін. Бұл жолы да сол кісіге барып сырларын сәтті сатып, тапқан ақшасына 1 келі шекер мен басқа да қажетті азықтарын алып ауылдарына кері қайтады. Дүкеннің егесі болса сатып алған сырларды тоңазытқышқа қоя бастайды. Сол уақытта ол сырларды өлшеп көргісі келеді. Біреуін алып таразыға тартады. Сол кезде сырдың салмағы 1 келіге жетпей, 900 грамм ғана болады. Тағы басқасын алып тартады. Оның да салмағы солай болады. Осылайша Ыдырыстың алып келген барлық сырлары 1 келіге жетпей шығады. Мұны білген дүкен иесі ұзақ жылдар бойы тұрақты сатып жүрген Ыдырысқа ашуланады. Арада 1 апта өтеді. Ауылдан сырларды көтеріп, Ыдырыс тағы да қалаға келеді. Сол уақытта дүкеннің егесі қатты дауыстап, «Мен бұдан былай сенімен бірге жұмыс жасамаймын. Сен барып тұрған алаяқ екенсің. 1 келі деп сататын әрбір сырларыңның салмағы 900 грамм ғана болып шықты. Осылайша менің қанша жылдан бері ақымды жеп келген екенсің. Алла тағалам айтқандай кімде-кім алаяқтықпен айналысса, ол біздің үмбеттен емес деген. Сондықтан мен де бұдан былай сенімен сауда-саттық жасасқым келмейді деген екен». Бұны естіген Ыдырыс таң қалып былай дейді: «Мен туралы олай жаман ойлама. Мен ешкімнің ақысын жеу дегенді білмейтін адаммын. Біз шалғай ауылда кедей жандармыз. Қолымызда арнайы заттың салмағын білетін таразы да жоқ. Сол үшін мен арнайы әр аптада сенің дүкеніңе келіп 1 килограмм шекерді сатып аламын. Сосын оны таразының бір жағына қойып, екінші жағына сырды тартатынмын. Екеуі теңескен уақытта сырдың 1 келі болғанын білетінмін. Осылайша мен сырдың салмағын шығаратынмын» дейді. Артық жаман ойым болған емес. Егер менің сырларым сен айтқан салмаққа жетпесе, онда сенен алған шекерім де солай болған болса керек. Дүкеннің иесі болса естігенде ыңғайсызданып қалады. Себебі оның 1 килограмм деп сатқан шекері 900 грамм ғана болғандықтан. Соған лайықтап тартылған сырларда сондай салмақта болған екен. Ол іштей өзгеге не жасасаң, оның өзіне міндетті түрде қайтып келетінін түсінген еді. Сол сәтте Ыдырыс одан теріс айналып, басқа дүкенге барып сырларын сатып тастайды. Бұны көрген дүкен иесі ұзақ жылдар бойы Ыдырыстан сырды арзан алып, үстіне қосып сатып көріп жүрген мол табысының үзілгенін біледі. Өзінің ісіне қатты ренжіп, бармағын тістеп қалған екен.